Баршаңызға сәлем, қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен Canva приложениясының қалай пайдалану керек екенін көрсетемін. Өте оңай приложение, ең бастысы өзіңізге керек пунктті таңдап алсаңыздар жеткілікті. Ал кеттік. Бұл менің өзім жасаған дизайндарым. Сол жақта жоғарыда тұрған 3 сызықшаны бассаңыздар, осылай меню шығады. Менюдан главное деген басасыздар да, осылай что вы создадите сегодня деп жоғарыда сұрақ тұр. Енді өзіңізге керек пунктті таңдап аласыздар. Мына жерде соцсети, фоторедактор, видеолист деп тұр ғой, сол жерде өз керегін пайдаланып аласыздар. Мен фоторедактор деген таңдадым. Міне өздері сіздерге арнайы фотоларды ұсынады. Осылай соцсети деген бассаңыздар, Инстаграм публикациясы, сторизі, Фейсбуктың сторизі, публикациялары осылай тұрады. Осылай ауыстырып, WhatsApp-тың статусына белгілесеңіздер болады. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай барлығын бірінен кейін бірін көрсетіп жатырмын. Міне YouTube-тың обложкасын көп адамдар осы Canva приложениясымен дайындайды. YouTube-ға баннер дайындасаңыздар болады. Барлығы осы жерде бар. Қазір сіздерге обложка для YouTube дегенді бастым. Обложка дайындауды көрсетемін. Яғни YouTube-тың экранда тұратын фото. Осылай ашылды YouTube-тың форматында, яғни 16:9 форматта осындай бізде бет ашылады. Видео сияқты болып ашылады, бірақ сіздер осы бетке обложка дайындап алсаңыздар да болады. 16:9 форматында болу керек міндетті түрде. Обложка для YouTube деген таңдасаңыздар, өзі 16:9 формат ашылады. Бізде артқы фонды осылай цвет дегенді басып ауыстыруға болады. Көк, например, сары етіп қалған өз түстеріңізде немесе ақ түсінде қалса да болады. Сары түсті таңдадым. Мен примерно таңдап жатырмын. Өздеріңіз кез келген қалаған түсті пайдалансаңыздар болады. Енді осы жерге біз фото қоятын боламыз. Міне мен блинчиктің фотосын қойып жатырмын. Яғни блинчикті қалай дайындаймыз деген обложка дайындаймын. Яғни блинчикті бір жасағаннан қалай дайындауға болады деген сияқты таңдаймыз. Осылай жан-жағын артық суреттерін алып тастаймыз. Енді текст жазамыз. Астына текст деп тұрады. Текст дегенді басып тақырыбын жазып қоямыз. Яғни құймақ пісіретін болсаңыздар, құймақты пісірудің ең оңай жолы деп. Осылай құймақ пісіру деп, ең сәтті рецепт деп жазып қойып жатырмын. Бұл әрине сіздерге түсінікті болу үшін жасап жатырмын. Осылай келесі бетке түсірсеңіздер, жанына сиятын болады. Жылыштастыр. Төртбұрышты өзі ары-бері жылжытсаңыздар, жылжиды, үстінен басып ары-бері жылжытсаңыздар, жан-жағында тұрған төртбұрыштың домалақтарын бассаңыздар, үлкейіп, кішірейеді. Осы жерден текстің шрифтін өзгертсеңіздер болады. Әртүрлі шрифттар бар. И реңін ауыстырсаңыздар болады. Текстің цветін ауыстырасыздар. И осы жерден эффект деген жерден анақты түсінікті болу үшін сөздің текстің айналасындағы сызықтарды өзгертеміз. Толщинасын осылай қанық етіп көтеріп қоямыз. Сөзі анық көрініп тұру үшін. Ал біз жақсылап жазып қойдық. Құймақ пісіру ең сәтті шығатын рецепт деп басқа түске ауыстырсаңыздар да болады. Текстің толщинасында, текстің түсінде ауыстырсаңыздар болады. YouTube канал деп, немесе Instagram канал деп осы жерге жазып қойсаңыздар болады. Кез келген Instagram канал деп. YouTube каналдарыңыздың атын жазып қойсаңыздар да болады. Осы жерден шрифтін кішірейтеміз. И төмен жаққа қойып қоямыз. Осылай. Instagram аккаунттарыңыз жанына жазып қойсаңыздар болады.
Егер обложканың бетіне фотоның өзін қоям, артқы фон керек емес дейтін болсаңыздар, немесе адамның фотосын қоятын болсаңыздар, осылай Google-ға кіріп, удалить фон на фото деп жазсаңыздар, осылай шығады, неше түрлі сайттар шығады. Сол сайттарға кіріп, фотоның фонын өшіріп тастауға болады. Міне жаңағы блинчиктің фотосын таңдаймыз да, фонын алып тастаймыз. Начинаем обработку. Міндетті түрде Google-ға удалить фон на фото деп жазасыздар да. И осындай сайттар шығады. Міне артқы фон удалить етіп тастадық. Енді мына жерде поделицаны басып, сохранить изображение деген бассаңыздар, галереяға сохранить етіледі. Енді біз мына жерде тұрған фотоны заменить етіп ауыстыруға болады. Блинчиктің фотосын қойып қоямыз. Осылай қойып қоюға болады. Немесе өз фотоларыңызды блинчик ұстап түссеңіздер, сол фонын удалить етіп тастап қойсаңыздар болады. Міне біз экранды скриншотқа алып алдық та, осылай осы форматта кесіп алып аламыз. Сохранить фото етеміз. Осымен біздің обложкамыз дайын болды. Енді тағы да көрейік. Тағы не істеуге болады? История салуға болады Инстаграмға неше түрлі. Мен бұл жерде логотипті көрсетейін деп жатырмын. Логотип жасауға да болады. Canva-мен неше түрлі логотиптің шаблондары бар. Например, осын таңдаймыз. Аура деп уходовая косметика сататын болсаңыз, осы жерге өз косметика сататын магазиніңіздің атын жазсаңыздар болады. Мен есім мөлдір болғандықтан, мен қазір бұл жерге өзімнің атымды жазайын деп жатырмын. Например, Молли деп жазамын, Молли уходовая косметика. Осылай Инстаграмның аккаунтына главный фотоға осылай қойсаңыздар болады. Обложка жасауға болады. Сосын полуфабрикат сатсаңыз да, не сатсаңыздар, осы Canva арқылы осындай шаблондар бар. Неше түрлі әдемі повар болсаңыз да, барлығы осы жерде бар. Прайс жасап алуға да болады мұнда. Наши услуги дейді. Прайс деп жазып, өз бағаларыңызды, сатып жатқан өнімдеріңіздің прайсын осы жерге жазсаңыздар болады. Міне прайс деп жоғарыға қойып жылжытамыз. Содан кейін төменгі жаққа өз прайстарыңызды жазып шықсаңыздар болады. Осылай барлығын создать дизайн деп кез келген дизайнды жасап алсаңыздар болады. Ешқандай қиын жері жоқ. Барлығы оңай, тек қана қорықпаңыздар, барлығын осылай ашып көре берсеңіздер болады. Осы жерде графика деген бассаңыздар, графикадан кез келген затты болсаңыздар болады. Кез келген сөзді жазып, например, лучики, солнце, облако. Осылай кез келген сөзді жазсаңыздар, осы графикадан сіздерге бүкіл фото болсын, графика болсын шығарып береді. Міне осында күн қажет болса, күннің немесе гүл қажет болса, көбелек, кез келген фигуралар барлығы осы жерде бар. Міне осылай жаза бересіздер. Мен просто көрсетіп жатырмын, үлгі ретінде прайстың бетіне осылай көрсете салдым. Сіздерге түсінікті болсын деп барлық осылай инструкторларын көрсетіп жатырмын. Тағы не қоюға болады? Например, фото қойып көрейік. Мен бұл фотолардың фонын алып тастағанмын. Бұлай артына өткізіп қойсаңыздар болады. Фотоның алдына өткізіп, артына өткізіп қоюға болады. Canva'да мүмкіндіктер өте көп. Екінші фотоны қояйын. Міне, екінші фото тұр. Осы жаққа жылжытамыз. Енді екінші фотоны алдына жылжытып қояйық. Қазір артқы фонда тұр. Қазір енді біз бұны алға жылжытамыз. Осылай оң жаққа қарай жүргізсеңіздер, өзінің шаблондары болады. Жан жағындағы артық фотоларын осылай алып тастаймыз.
и расположение дегенді бассаңыздар впереди назад деп өзі тұрады. Осылай фотоны алға жылжытып, бірінің артына, бірінің алдына етіп жылжытсаңыздар болады. Енді не көрсетеміз? Тағы не көрсетуге болады Canva туралы? Негізі Canvаның платный түрі де бар. Платный түрін алсаңыздар, одан да көп мүмкіндіктер ашылады. Өте көп мүмкіндіктер бар. Canva арқылы жасауға болады. Тойға шақыруды жасап алсаңыздар болады осында. И историяны жасамыз. Бізде Canva арқылы қысқа секундтық видеолар жасауға да болады. Біз осы видеоны таңдап алайық. Өз жазуы бар. Қайырлы таң немесе доброе утро деп жазу үшін осылай текстің үстін бассаңыздар жеткілікті өз сөздеріңізді жазып алуға болады. Қайырлы таң әлем деп жаздым. Енді шрифтін өзгертеміз. Шрифт сыймай қалды сөздің астына. Бетіне сыймай қалды. Қазір басқа шрифтқа ауыстырамыз. Кез келген шрифтті ауыстыра аласыздар. Главное осы жерге сыю керек біздің сөзіміз. Осылай дұрыстап аласыздар. Бізде сөзіміз главное осы қағаздың ішіне тура келу керек. Немесе артқы фонда өзіңіздің видеоңыз болса да болады. Мына жерде видеоны заменять етіп, өз видеоңызды қойып, осылай сөз жазуға да болады. Немесе осылай Canvaның өзінде неше түрлі шаблондар бар. Міне біздің видеомыз осылай дайын болды. Қайырлы таң әлем деп өз историяңызға салып қойсаңыздар болады. Біздің дайын болған видеомыз бұл. Біз енді бұл видеоны оң жақтағы поделиться батырмасын басып, сохранить етіп, скачать етіп аламыз. Галереяға сохранить етіледі. Міне скачать етіліп жатыр. Сохранить видео дегенді басып жібересіздер төмен жақта. Болды, бұл жерде ештеңе басудың қажеті жоқ. Осымен біздің видеомыз дайын. Қазір галереядан көреміз. Міне біздің видеомыз дайын болды.